Байзақ ауданы орталық аурухана. Міне фильтр. Фильтрден жұмыс графигі 8-8-ге дейін. Міне фильтрден міне адамды іздеу керек. Кім қабылдап алады? Саламатсыздар ма? Кім қабылдап алады? Мені қабылдайтын кісілер осылар осы кісілер. Міне ашылып кетіңіз. Мынау фильтр ғой. Қалмаса сіз кім боласыз? Сіз кім боласыз? Ну енді формаңыз қайда, киіміңіз қайда сіздің? Ау? Неге медициналық қызметкер салықтай киіміңізді? Сұрақ. Қай ауыл? Сіз қандай проблемамен келдіңіз? Аяғым ауыр, радом. Радомға жатуға ма? Сіз немен ауырып жүрген жоқсыз ғой анау немен? Жоқ, анау тұмау басқамен. Оқшаулау бөлмесі, адамдар жоқ. Білмейміз қайда кетіп қалған, жаңа ғана бар еді. Осы. Жаңағы қызметкерлердің неліктен формасы жүр? Қайсы толықтай келмеген, іште. Бір кісі жаңа түсті ғой видеоға. Формасыз, несіз тек қана немен. Енді бұл жерде фильтр кабинет, если температурищий болса ғана не істейді ғой, мені мына жерден қабылдайды, бұл жерден қабылдайды. Бұл жерде ПЦР алатын жер. Енді неліктен бірінші температура кеп өлшемейді. Мына кісінің... Жоқ, бұл кісі направлениемен кеп тұр ғой. Ну, направлениемен болса да, болмаса да бірінші тексерілетін не бойынша? Алгоритм бойынша. ПЦР-де... Бұл кісілер ПЦР-мен, направлениемен плановая госпитализация. Бұл же обследован өзінің на участке. Өзінің учаскесінде обследованиясын жасап, бәрін не қылып, если плановая госпитализация, вот мына кісі, например, беременная. Бұл кісі беременная. Сатурациясын тексеру қиын ба? Жоқ, сатурация бұл жерде бәрі бар. Фильтр ғой мына жерде. Фильтр ғой. Бұл кісі көрсетіп тұр ғой, направлениясын көрсетіп тұр. Мысалы мына жер фильтр ғой, рас па? Дай покажи свой, қайда пульсоксиметрларын. Глянь. Алып кел. Мына жердегі екінші кабинет қой бізде не істейді. Келіңіздер. Жұмыстарын жасай беріңіздер. Мені енді термометр шықты. Не шығарасыздар тағы да? Ол жалобыға не істейді ғой? Жоқ, стоп. Сіздер бұл жерде фильтр, иә? Фильтр ғой. Вы түсіріп жатсыз ба? Иә, түсіріп жатырмын мен. Түсіріп жатсыз бұл жерде түсіруге болмайды ғой? Жоқ. Сіз тексересіз, бұл жерде түсірмейсіз. Бұл жерде я запрещаю вам снимать. Жоқ, түсірмейсіз. Жоқ, ішке. Қолыңыз тартыңыз деймін сізге. Жоқ, бұл жерде түсіруге болмайды. Түсіруге болмайды. Еще есть Вадимар мырза, артыңыз менің. Законды білесіз Қазір ғой? менің жеке неме өтпеңіз. Артыңыз менен. Түсіруге рұқсат бермеймін. Артырмаймын мен. Менен алыстырыңыз. Мен артырмаймын. Мен осы жерде қызметті көрсетулеріңіз. Мақұл болды. Мен енді үндемей тұрайын. Мақұл ма? Сіз өзіңіздің жұмысыңызды жасаңыз. Бұл жерде түсіруге болмайды. Сен не үшін түсіріп жатсыз? Мен сізге тағы да айтамын сізге. Не үшін түсіріп жатсыз? Еще бетін түсіріп жатсыз. Может, она не хочет, чтобы вы снимали ее? А? Ну, это мои проблемы. Ертең күні мен справка жазған кезде, не жазған кезде сіздер айтасыздар. Сіздер аналың дұрыс емес, ойбай, мынау болған жоқ. Мне надо догадаться. Жоқ. Сіздің киіміңіз жоқ. Біріншіден маған сіз мешайт етіп жатсыз. Кешірім сұраймын. Фамилиясын сұрауда мен кешірім сұраймын. Кешірім сұраймын сізден. Көрдім. Енді қалай қызмет көрсетесіздер енді? Айтыңызшы. Қалай қызмет көрсетесіздер? Сіздер, мені адам ауырып тұр, сіздер оларда қалай кіргізесіздер? Айтыңызшы соң. Мені айтыңызшы. Қалай қызмет көрсетесіздер?
ауырып келген бұл жерде выявлять етеді ғой. Иә, мына жерден қайтып выявлять етеді. Жоқ, бұл жерден выявлять етпейді. Мысалы температурасын қалай өлшейді? Міне самый главный вопрос. Температурасын барлық жерде өздерінің нелерінде бар. Нелерінде? Температура бұл фильтрге по направлению врача келеді. Вот. Сол жерден хабарлайды, бізде осындай науқас келіп тұр, осындай не қылып тұр, қабылдап алыңдар. Осы жерде оқшалайды, ар жағында фильтр кабинесі бар, сүзігі бар, фильтрі бар. Стоп. Мен деген оның бәрін мен жақсы білем. Енді бірінші сұрағым сіздің бірінші рет жұмыс істеп жатқан жоқпыз ғой. Уже 1 жыл болды осы немен жұмыс істеп келе жатқанымызға. Мен деген бол больницаны мен дұрыс қой. Мен жақсы білем. Жүз мыңдай халықтарыңыз бар. Мен оны жақсы білем. Жоқ, сіз менің сұрағыма жауап беріңізші осы жерде. Бірінші халық келген кезде, мысалы температурасы анықталды, немесе бір жерден түсіріп алды, неден фильтрге осы жерге жіберді. Мысалы температурасын. Енді температурасын өлшегеннен кейін, жаңағы температурасын көтеріп тұрған байқаған кіші медперсонал осы қарай жібереді ғой фильтрге. Рас қой? Фильтрге жібереді? Иә, осы жерге жібереді, тура осы жерге жібереді. Енді осы жерге жібергендіктен олар не істеу керек ары қарай? Бұл жерден сүзгіге қалдырады да дәрігер шақырады, дәрігер көреді оны. Иә, бірінші оны көрмес бұрын не істеу керек ол? Бірінші ол термометрмен өлшеу керек. Температурасын, сатурациясын бәрін тексеру керек. Ондай науқас жоқ қазір бізде. Қазір енді стоп. Мына жерде енді мен неге түсіре бастадым? Енді логикамды жеткізейін. Біріншіден, бұл деген сүзгіде сіздерді общий қабылдап жатсыздар. Мысалы, ауыратқан адам мен ауырып жатқан жоқ адамды бір есіктен кіргізіп жатсыздар ғой. Жоқ, біз нелер ар жақтан кіреді ғой. Нелер? Ауыратындар ар жақтан несі бар ғой. Есігі бар ғой, ар жақтан біз көрген жоқпыз ғой. Ар жағына ма жүріңізші? Жоқ, фильтр ғой. Неге? Не осы сөзге? Ды көрмеймін ба мен оны? Ды көрмеймін ба мен оны? Ды көрмеймін ба мен оны? Ол жерде бізде красный зона мен, зеленый зона мен... Мақұл, красный зоналарыңыз қаяқта сіздердің? Біз бөлгенбіз ғой, бізде, например, ауруханада бірінші этажымыз, прием покойымыз красный зона. Мына жер ма? Иә. Мына жердің жаңағы 2 күндік жатады деді ғой кім, Сапарбек мырза. Мына жерде ғой. 2 күндік жатады, жаңағы несіне істегенше дейін, анау анықталғанша дейін. Иә, ПЦР анықталғанша дейін, но температурасы бар, жалдыбасы бар, бірақтан ПЦР әлі жауап келмеген адамдар. Главврачтарың сіздердің неде ма? Больничныйде ма? Больничныйде ол кісі. Неліктен онда жаңа жиналыс өткізін деп жатыр? Жиналыс өткізін деп жатқан жоқ. Енді жаңағы мені кабинеттен әдем шығарып салды, мен жиналыс өткізген жоқ едім, жиналыс өткізейінші деп. Жаңа өзіңіз де көрдіңіз ғой? Рас қой? Несіне алдайсыздар ғой? Несін алдаймын мен? Иә. Камерамды өшіріп тұршы. Қазір. Жоқ, 1 минутқа, или без звука қойсаш. Без звука қойсаш. В общем, осыны бір апта бұрын ағасы қайтты. Иә, естідім. Енді қарындасы. Иә, естідім, айтты. Енді тағы да біреу тяжелый болып реанимацияда жатыр. Өзінің бауыры да, өзі түсінбей қалды, не істейтін, неліктен, не қылатын. Пациенттерге кіруге болмайды дұрыс. Мені бірақ адам жатыр екен, иә? Дұрыс. Аз адам жатсын. Адам түспей қойсын шарсыған. Бұл карантинный стационар ғой? Болды, ашып қойын сіз. Маған бұның кірудің несі жоқ, өйткені қыздар, қанша дегенде красная зона. Келіңізші. Салмасы ба, қанша адам бар сіздерде қазір? Неге масканы жөндеп тақпайсыз? Қалай жөндеп тақпайсыз? Қалай тағу керек? Айтыңызшы. Енді мұрныңызды жаппайсыз. Иә, мұрны ғой негізі. Видеоға түсіп тұр ғой ол сіздің. Одан неліктен бас киім кимей тұрсыз? Мен старший медсестрамын, мен палаталарға кірмеймін. Енді сіз бар ғой, красный зонада жүрсіз ғой. Айтыңызшы. Красный зона ішінде ғой бұлардың. Енді адамдар енді жүріп не істемейді ме, жаңағы анау тек қана жатпайды ғой ол жерде, олар ке. Боксированный ғой? Бокс қой. Все, боксқа келді. Жоқ, барлық жерде бокс қой. Жоқ, боксын анау сыртынан кіретін несі бар ма? Міне мынау сыртынан кіретін есік.
кіру для медработников. Мынау бокстың ішіне кіретін сырт несі. Мынау бокс, мынау есігі тұр. Әр бокстың өзінің есігі бар. Иә. Mana тура инфекционный больницаның тура талап бойынша тура жасалған дұрыс. Өте дұрыс. Әр бокстың сыртында несінде не болған. Тыныш болса екен. Ауырмаса екен. Жазда көріп. Вот Исламбек бар ғой, вот бірінші, вот первый, когда басталды ғой. Вот, ну, бізге, например, айтты біріне жабыласыңдар. Bir күні азанға сағат 9-дан 3-ге дейін бәрін шығарып, бұның алдында бәрін жасап қойғанбыз ғой. Bir суткада 100 науқас түскенде. И еще какие тяжелые больные были. Все тяжелые были. Ол рас. Көрдік қой. Қанша адам қайтты. Несін не болған жоқ. Потом мына халықтың, например, медработниктің да, когда Таразыда мынандай болып тұрады да, енді бірінші ешкім білген жоқ қой. Таразыда былай болып тұрады. Таразыда медработниктің өмірі и долг, да, например, да? Міндеті. Мына өмірі, инстинкт самосохранения жоғары болып кетеді екен. И бірінші күні сразу көрдік қой, кімнің қалай не қылатынын. Көбісі мен шығармаймын, енді ананы көру, енді оған жүрек керек. Анау адам қиналып жатқан, несін не болған.